күн баршаңызға. Батыс Қазақстан облыстық зағип және нашар көретін азаматтарға арналған арнаулы кітапханасымен бірге қала аумағынан тыс ауыл, аудандарда тұратын оқырмандарға кітапханалық қызмет көрсету мақсатында аудандық орталықтандырылған кітапханалар жүйесіне қарасты кітапханалық пункттер бізбен бірге жұмыстанып келеді. Мұндағы қызметкерлер оқырмандарды тең құқылы түрде қажетті ақпараттармен қамтамасыз етуде, рухани демалыстарын ұйымдастыруда, жалпы тең қоғам құруда зор қызметтер атқарып келеді. Соның ішінде отбасылық оқуды қолдау, насихаттау кітапхана қызметінің басты бағыттарының бірі саналады. Отбасылардың кітап оқу белсенділігі, кітапхана төрінен табылуы әрине көңіл қуантады. Сондай отбасылардың бірі Бөрлі ауданы Ақсай қаласында тұратын Асманбетовтар отбасы. Отағасы Амангелді Садықұлы мен отанасы Гаухар Өмірсерікқызы отбасында бір ұл, екі қыз тәрбиелеп отыр. Балалардың әжесі Хадима Молдағалиқызы тылар дайыры. Амангелді Садықұлы бақытты отбасы жанұя мүшелерінің амандығы һәм әке мен ананың тәлім тәрбиесін ұрпаққа жалғап отыру, ұрпаққа жеткізу басты ұстанымы екенін айтады. Асманбетовтар отбасы нағыз кітап құмар, ұлттық құндылықтарды насихаттап жүрген отбасы. Өйткені отбасында Хадима әже қазақтың ою-өрнегімен көмкерілген көрпелер дайындаса, отағасы қамшы тоқумен айналысып қана қоймай, ұлының да бойына осы өнерді сіңіріп келеді. Сондай-ақ өнерге жаны жақын Амангелді Садықұлы қолына қалам алып өлең өретін жандардың қатарында. Сонымен қатар бұл отбасында тұрақты түрде кітап оқу үрдісі қалыптасқан. Хадима әже күнделікті шығып тұратын мерзімді басылымдардан қол үзбесе, отағасы поэзия жанрындағы әдебиеттерді оқығанды ұнатады. Амангелді Садықұлы ұл қыздарын да жастайынан кітап оқуға жақын болсын деген мақсатпен қызығушылықтарына сай спорттық бағыттағы журналдарға, Балдырған журналына жазылып, үзбей оқытып отыратынын тілге тиек етті. Бөкейорда орталықтандырылған кітапханалар жүйесінің тұрақты оқырман отбасыларының бірі Жемісовтер отбасы. Діңгегі мықты отбасы құруда бала тәрбиесінің маңызы зор екені белгілі. Бұл туралы отанасы Назгүл Қуанышқызы былай деп ой тербейді. Бала тәрбиесіндегі ұстаным балдарында адамгершілікке үйрету, үлкенді сыйлау, өз ата-анамнан алған тәрбиемді өз балдарыма үйрету. Ал бақытты отбасы туралы отағасы Нұртай мырза былай деп жалғайды. Бақытты отбасының амандығы, балаларының амандығы. Кітапты жандарына жақын тұтатын бұл отбасының барлық мүшелері үшін Ұлы Абайдың қара сөздері, Бауыржан Момышұлының ұшқан ұясы, Тұрсын Жұртбайдың бір уыс жусаны, Бердібек Соқпақбаевтың балалық шаққа саяхаты сүйікті шығармалары екендіктерін айтады. Сонымен қатар Жемісовтер отбасы салауатты өмір салтын ұстанып, спортты серік етуді жөн санайтын жанұялардың қатарында. Ал Шыңғырлау аудандық кітапханасының тұрақты оқырман отбасы үлгі аларлық мерейлі отбасылардың бірі Кереевтер отбасы. Татулықты ту етіп, шаңырақтағы ырыс пен берекені еселеу жолында сыйластықта өмір сүріп келе жатқан Кереевтер отбасының отағасы Тілекші Елемес ұлы және отанасы Айман Қайыпқалиқызымен болған сұхбатқа назар аударайық. 3 қызым бар, 3-еуде тұрмыста, 8 немере жием бар. Енді өздері рәсіміз салалармен жұмыс істеп жатыр. Үлкен қызым ұстаз, қазақ әдебиетінің маманы жұмыста. Ортаншы қызым да неде, ол туалетте адвокатор, финансист дейміз. Кадровый работа. Үшінші қызым да ол педагог, психолог, подсөптеді поликлиникада психолог көрсетеді. Бала тәрбиесіндегі ұстанымы жайында былай дейді. Бала тәрбиені мына кішкентай жайынан берген жақсы. Сол уақытта ол тез қабылдайды. Содан әрі қарай өзі жетістіктерге алып кетеді. Дұрыс тәрбие сол. Бала тәрбиесі енді жаңа айтып отыр ғой. Кішкентайынан тәрбиелеп, бала көргенін істейді. Үйде жақсы жүру керек.
уақытымен тамағын су керек, білім алу керек, соған тәрбиелеу керек, білім алуға. Оқыған, өзгелерге оқуға ұсынар кітабыңыз деген сұрағымызға Тілекші Елемесұлы былай дейді. Негізі мен Елесі Есенгелдің кітаптарын жақсы оқыдым. Хамза Есенжановтың трилогиясы. Бақытты отбасы болудың мәні неде деген сауалымызға Бақытты отбасы енді мына осы немерелеріміздің енді қызығын көру, солармен жақсы қарым-қатынаста болу, солардың жаңағы соларға тәрбие беру, немерелерімізге жақсы жағынан деп ой бөлісті Тілекші аға. Сонымен қатар кітапханалық пункт кітапханашылары кітап оқуға жаны құмар оқырман отбасыларды руханият ордасы кітапханада өтетін мәдени шараларға қатысуын қамтамасыз етіп отырады. Сондай игі шаралардың бірі Сағынғали Сейітов атындағы Ақжайық аудандық кітапханасында өткен мықты отбасы, мықты мемлекеттің кепілі тағылым кеші. Шараға аудан тұрғындары Хасановтар отбасы, Усаховтар, Жұмағалиевтер және Мушагалиевтер отбасы қатысқан. Отбасылар арасында бақытты отбасы құрудың кілті, жанұяда ұлттық мұраны сақтау және дәріптеу, және жазушы Мұхтар Әуезовтің Абай жолы шығармасындағы отбасындағы әке мен ананың рөлі, ұл тәрбиесіндегі әкенің алар орны, әже мен ананың тәлім тәрбиесі, қоғамның, ортаның, баланың өсіп жетілуіне тигізер әсері жайында сұхбат өрбіді. Ондай кездесу кештер отбасыларға білімдері мен өнерлерін ортаға салуға мүмкіндік бере отырып, өзгелерге үлгі етуге, оқу мәдениетін қалыптастыруға, рухани қолдауға бағытталады. Қоғамда оқырман, оқитын отбасылар саны артқан сайын еліміздің де іргесі беки түсері анық. Өйткені мықты отбасы, мықты мемлекеттің кепілі. Сондықтан еліміздің әрбір өңірінде оқырман отбасылар қатары көбейе берсін демекпіз.